Баршаңызға сәлем. Бүгін банафи пай пирогын жасайтын боламын. Сіздермен қысқа да нұсқа рецептімен бөлісіп кетемін. Ең алдымен қант ұнтағына бір жұмыртқаны қосып араластырып аламыз. Қант ұнтағы болмаса, жай қант пайдалансаңыздар да болады. Тек қант ерігенше жақсылап араластырсаңыздар болды. Ары қарай ұнға 15-18 грамм разрыхлительді қосамыз. Жұмсақ сары май қосамыз. Үгітіп аламыз. Ендігі кезекте жұмыртқа мен қанттың қоспасын қосып, жақсылап қамыр елейтін боламыз. Қамыр өте жұмсақ, қолға жабысқыш болғандықтан, рецептте көрсетілген ұннан бөлек соңына қарай кішкене ұн қосып, тағы да елеп аламыз. Осымен қамырымыз дайын. Диаметрі 26 сантиметрлік формаға жақсылап осылай формаға келтіріп аламыз. Қамыр жұмсақ болғандықтан ол жаюға келмейді, сондықтан қолмен жайғастыратын боламыз. 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Ол арада кремін дайындаймыз. Творожный сырға 33% сливкиді қосамыз, қант ұнтағын қосамыз, жақсылап араластырып аламыз. 4-5 минут шамасында араластырсаңыздар жетеді. Ары қарай кремімізді кондитерлік қапқа салып аламыз. Кез келген насадка пайдалансаңыздар болады. Менде вупи пайдың насадкасы. Пирогымыз осылай дайын болып шықты. Енді кезекте 200-250 грамм варенка пайдаланатын боламыз. Сіздер өздеріңізге ұнайтын, дәмін білетін қалаған варенкаларыңызды пайдалансаңыздар болады. Бетіне біркелкі етіп жағып шығамыз. Енді кезекте банандарды осылай дөңгелек етіп турап, барлық жерін жауып тұратындай бір тегіс етіп қойып шығамыз. Мен 2 банан пайдаландым. Егер сізде банандарыңыз кішкентай болатын болса, 3 пайдалансаңыздар болады. Ары қарай кремді бетіне осылай тізіп қойып шығамыз. Осымен біздің пирогымыз дайын. Ас болсын.